Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен жулен деп танылған пирогты жасадым. Соның рецептімен сіздермен бөлісе кетейін. Алдымен табамызға растительный май құйып, пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін үстіне тауықтың төс етін саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне шампиньонымызды салып, тұзын салып, қарабұрышын салып, жақсылап піскенше қуырып аламыз. Сол арада начинкасын дайындаймыз. 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып, үстіне сүтімізді құйып, сливки құйса да болады, және де ірімшігімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің начинкамыз дайын десек те болады. Енді арнайы форманы алып, соған тестамыз саламыз. Менде дайын слоеный тесто. Осылайынан формаға жақсылап салып шығамыз. Асты жапыспайды, май жақпадым, слоеный тесто болғандықтан. Барлығын осылай жақсылап салып болғаннан кейін, вилкамен осылайынан жасап шығасыздар, видеода көрсетілгендей. Болғаннан кейін енді салмаларын саламыз. Менде дайын жаңағы тауық еті, грибы, пияз қуырылған. Жақсылап салып шығамыз. Салып болғаннан кейін осылайынан орналастырамыз. Енді бетіне дайындаған начинкамызды құямыз. Осылай әсемдік үшін грибымызды осылайынан қойып шығамыз. Бетіне ірімшігімізді сеуіп, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минутқа өздеріңіздің пештеріңізге қарай қоясыздар. Міне біздің пирогымыз дайын болды, өте дәмді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.